Сабақтың тақырыбы be questions and short answers. Төбе етістің сұраулы түрі және қысқаша жауаптар. I can ask and answer questions and give my opinion. Мен сұрақ қоя аламын, жауап бере аламын және де өз ойымды айта аламын дейді. Осы мақсаттарды үйренетін боласыздар. Бірінші тапсырма complete the questions and answers, then listen and check. Сұрақтарға жауап беріп, оларды аяқта дейді. Енді бұл жерде бізде сұраулы сөйлем to be етістің үш формасы бар. Am is are қосымша етістіктері сұраулы сөйлемде I, he, she, it, they, we, you деген есімдіктердің алдына шығып кетеді. Are you okay, Лиза? Сен Лизасың ба? Yes, I am. Я, мен Лизамын. No, I'm not. Жоқ, мен Лиза емеспін. Are you a football fan? Сен футболдың жанкүйерісің бе? Yes, I am. Я жанкүйерімін. No, I'm not. Жоқ, жанкүйері емеспін. Is her name Stephanie? Оның есімі Стефани ма? Yes, it is. Я, солай. No, it isn't. Жоқ, олай емес. Are we on TV now? Біз дәл қазір теледидардамыз ба? Yes, we are. Я, әрине. No, we aren't. Жоқ, біз онда емеспіз. Are they from Britain? Олар Британиядан ба? Yes, they are. Я, олар сол жақтан. No, they aren't. Жоқ, олар ол жақтан емес. Екінші тапсырма complete the questions and write short answers. Сұрақтарды аяқта және қысқаша түрде жауап бер. Бірінші сұрақ. Are you from China? Сен Қытайдансың ба? No, I'm not. Жоқ, олай емес. 2. Is Lady Gaga your favorite singer? Lady Gaga сенің сүйікті әншің бе? No, she isn't. Жоқ, олай емес. Are you and your friend football fans? Сен және сенің досың футболдың жанкүйерісіңдер ме? Yes, we're. 4. сұрақ. Is Rio de Janeiro in Brazil? Rio de Janeiro Бразилияда ма? Yes, it's. Я, солай. Is The Hobbit a good film? Hobbit жақсы кино ма? Yes, it's. Я, солай. 6. Is Rafael Nadal a singer? Rafael Nadal әнші ме? No, he isn't. Жоқ, олай емес. Are computers expensive? Компьютерлер қымбат па? Yes, it isn't. Жоқ, олай емес. 8. Is your name Stephanie? Сенің есімің Стефани ме? No, I'm not. Үшінші тапсырмада work in pairs, топпен жұмыс жаса. Ask and answer the questions in exercise 2. Екінші тапсырмада берілген сұрақтарды бір-біріне қойып жауап беріңдер. 4. тапсырма listen and order questions. Then listen again and write the answers. 5 сұрақ берілген, 5 сұрақты ретімен қойып шығамыздағыны сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. What's your name? Сенің атың кім? My name is Айжан. Менің есімім Айжан. Екінші сұрақ. How old are you? Сенің жасың нешеде? I'm 11. Мен 11 жастамын. Үшінші сұрақ. Where are you from? Сен қайдан боласың? I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннан боламын. Төртінші сұрақ. Who's your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім? My favorite singer is Жарқынай Ханайым. Менің сүйікті әншім Жарқынай Ханайым. Бесінші сұрақ. What's your favorite sport? Сенің сүйікті спортың қандай? My favorite sport is basketball. Менің сүйікті спортым баскетбол. Алтыншы тапсырма. Activate. Work in groups. Look again at exercise 1 on page 16 and ask about people's favorite things using who and what. Say something about your partner's favorites. Алтыншы тапсырмада топтық тапсырма. 16-шы беттегі бірінші тапсырмаға қараймыз. Және who
кім, what, не деген сұрақ пайдалана отырып, бір-бірінің сұрақ қойып, сүйікті заттары, сүйікті әншісі, сүйікті түсі туралы сұрақтар қойып дайындаймыз. What's your favorite color? Сенің сүйікті түсің қандай? My favorite color is white. Менің сүйікті түсім ақ. Екінші сұрақ. What's your favorite team? Сенің сүйікті командаң қандай? My favorite team is Real Madrid. Менің сүйікті командам Real Madrid. Үшінші сұрақ. What's your favorite game? Сенің сүйікті ойының қандай? My favorite game is puzzle. Менің сүйікті ойыным құрастыру. Төртінші сұрақ. What's your favorite TV program? Сенің сүйікті программа қандай? My favorite TV program is Қызық Times. Менің сүйікті программам Қызық Times. Бесінші сұрақ. What's your favorite animal? Сенің сүйікті жануарың қандай? Жауабы My favorite animal is horse. Менің сүйікті жануарым жылқы. Алтыншы сұрақ. What's your favorite sport? Сенің сүйікті спорт түрің қандай? My favorite sport is football. Менің сүйікті спорт түрім футбол. Жетінші сұрақ. What's your favorite film? Сенің сүйікті фильмің қандай? My favorite film is Томирис. Менің сүйікті кином Томирис. Сегізінші сұрақ. What's your favorite food? Сенің сүйікті тамағың қандай? My favorite food is бешбармақ. Менің сүйікті тағамым бешбармақ. Тоғызыншы сұрақ. Who's your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім? My favorite singer is Ерке Есмахан. Менің сүйікті әншім Ерке Есмахан. Оныншы сұрақ. Who's your favorite actor? Сенің сүйікті актерің кім? My favorite actor is Гүлназ Жоланова. Менің сүйікті актерім Гүлназ Жоланова. 17-ші беттегі барлық тапсырмалар орындалды. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.